Армысыздар, эфирде тәуелсіз ток-шоуы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы саяси тұтқындарды босатудың жолы бар ма деп аталады. Алдымен студия қонақтарымен таныстырайын. Режиссер Болат Атабай, саясаткер Жасарал Қуаншалин, саясаткер қоғам белсендісі Ермек Нарымбай, қоғам белсендісі және Серік Сапарғалидың жақын серігі Төлеубек Сейітқазыұлы, адвокат Шыңғуат Байжанов және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Алматы филиалы төрағасының міндетін атқарушы Тазабек Сәмбетбай мырзалар. Ал енді мырзалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты әңгімемізді бастамас бұрын шағын сюжетке назар салыңыздар. Саяси қуғын-сүргін белең алып тұрған 1937-1938 жылдары елімізде 1.300.000 адам тұтқындалып, оның 682.000-ы ату жазасына кесіліпті. Бұл Сталин кезіндегі саяси репрессия нәтижесі. Алайда өкінішке қарай Қазақстанның жаңа тарихы да саяси тұтқындардың жаңа есімімен айжыл санап толығуда. 2006 жылғы шаңырақ оқиғасы бойынша істі болған Арон Атабек 18 жылға және тағы 3 азамат ұзақ мерзімге сотталды. Осы тізім кему орнына тек қана көбею үстінде. Ондаған, тіпті жүздеген адам өзіндік көзқарасы болған үшін ғана уақытша қамау изоляторлары мен түзеу колонияларында азап шегіп жатыр. Өткен жылы Әділет министрлігі Қазақстанда саяси тұтқын жоқ деп мәлімдеді. Ал Жаңаөзен оқиға севрюга шпинатом в винном соусе деп, мен айтам, мына абсурдты қалай түсінем мен? Не бәлем мынау деп. Ермек айтады, өзім алдым дейді, бизнес классқа дейді. Саған сыйлық ретінде дейді. Енді жарайды енді. Бірақ менің ойым, бұл қылмыс, билік қылмыскер өзі. Мына қылмыскерлер отыр, мына билікте отыр. Солардың кесірінен біздің жаңағы Тұрсыновта, Жүкеевта екеуі енді бір қоғамның алдында бұлар неге барады деген тудырады да, сол сұрақ қояды, өздері батылырақ барып, артын көтеріп жүруге намыстана ма, қиынсына ма білмеймін, түсінбеймін. Мен жаңа Болат Атабай айтқандай, Саят Ыбыраев жөнінде де ғалымдар, жаңа компьютердің алдында отырып алып тек қатқа қол қойған емес. Әрбір ғалым, әрбір атақты ғалым өзінің атағын пайдаланып, сол кісіні босату жөнінде аяқтай жүрсе, или болмаса президент келіп сол ғалымдармен кездескен уақытта бір ғалым орнынан тұрбай, Саят деген бір ғалымымыз бар еді. Мына қоғамға ол кісінің өте басы, бүкіл Германия таныған, бүкіл шетел таныған. Болат ағамыз жүрді, Саят Ибраев. Ол адам түрмеде отырмау керек. Даже Сталиннің өзі де кезінде жаңағы ғалымдарды түрмеден шығарып алып жұмыс жасатып қойды ғой. Үй қамауына салып қойды, жұмыс жасады. Оны Семейдегі Тарақан төбесі шіріп атқан жерге ол адаматты отырып, ертең туберкулез өлтіргеннен не болады мысалға? Одан да ол бүкіл басындағы миын мына қоғамға деген, халыққа деген жақсылығы деп, әрбір ғалым, әрбір адам жаңа Жүкеев пен Тұрсынов сияқты аяқтай жүрсе, ол азамат түрмеде отырмас еді. Рахмет. Ермек мырза, сізге бір сұрақ. Жалпы осы дау түсінікті. Шәке, сіз айтсаңыз? Болмайды, ол адамдарды ешқандай көмек болмайды деп өйтіп, жаңағыдай қол қусырып қарап отырған дұрыс емес. Саят Ибраев сияқты, сол сияқты, мысалға мына Козлов болсын, жаңағы Сапарғали сияқты азаматтарды, оларды шығарып алуға қоғам болып атсалысатын болса, кез келген режим шыдап тұра алмайды. Назарбаев кезеңінің өзінде де босату кез келген режим, даже кез келген режимнің өзінде де біздер жаңағындай қоғам болып, осы азаматтарды, егер де жалпы былай ғой енді, жаңағы орыста айтады ғой, какой народ, такой правительство деген сөз бар ғой енді мысалға. Халық қандай болса, билік сондай болады деген. Егер де халықтың өзі, барлық халықтың, енді халық дегенде жалпы халықты айтады, қоғамның қайраткерлерінің барлығы халықтың беделді азаматтар, жазушылары, ғалымдары, барлығы мысалға бір адамдай тұрып, Саят Ибраевты шығарыңыз, де болмаса, мына Козловты шығарыңыз, Сапарғалиді шығарыңыз дейтін болса, онда режим, кез келген режим шыдап тұра алмайды, шығарады. Бір нәрсе айтып кетейін. Соколова дейтін әйел, жаңағы Маңғыстауда мұнайшылардың несін қойған. Мына Козлов, бұлар орыс халқының, орыс өкілдер есебінде, мына қазақ халқына жасап отқан жақсылығы, ол дейтін, мысалға, көп адамдар оны ойламайды. Олар өзіміздің отанымыз Россия ғой деп кете беруге де болады ғой. Мысалы, чемодан жинап алып. Бұл азаматтар осы жердің топырағына туып өскен,
осы жердің халқының жағдайын ойлап, сол халық үшін жаңағындай өздері түрмеге отырып, ол азаматтардың саяси тұтқындардың бірінші шыққаны жаңа Соколованы шықты ғой. Соколованы дейтін негізінде соттады 7 жылға. Бірақ та кейіннен Маңғыстаудың халқы көтерілгеннен кейін амал жоқ, халықтың қысымына шыдамай шығарды. Дәл сол сияқты мен халықты көтеріліске шақырып отқан жоқпын. Менің айтайын деп отқаным, бұл жерде бүкіл қоғамдағы өзі беделді азаматтар, қоғамдағы жаңағы беткістар азаматтар, осындай азаматтарды, соның ішінде менің қорғауымдағы Саят Ибраевті түрмеге отырғанына көнбеу керек. Мен өзімнің көзқарасым оптимистік көзқарас. Қазір көріп отырғанымызда белгілі бір қандай да жағдаймен болғанда да бір белгілі бір нәтижелер бар. Жаңа айтып отқандай Жөкеев пен жаңағы кім Ермек деген ініміз, олар дейтін былай қарап отқанда олардың қолында ештеңе жоқ. Ол екеуі барып КМБ-ға барып содан кейін шығарып жіберді деген дұрыс емес. Саят Ибраев жөнінде айттыңыз сіз. Саят Ибраев менде осындай ток-шоуға келуінің негізгі себебі мен сол жаңағы сіздің саяси тұтқындарды босатудың жолы бар ма деп айтып отырсыз ғой. Мен қазір бүгінгі таңда Саят Ибраевті тұтқыннан шығарудың қандай жолы бар, соны күні-түні ойланамын. Осыны айтыңызшы, Саят Ибраевті босатудың жолы бар ма, жоқ па? Саят Ибраев мысалға ол не жаңа сенім бостандығы үшін түрмеде отқан адам, өзінің діни көзқарасы үшін, өзінің жаңағы айтып отқандай, ол саяси тұтқын деп айтуға да болады оны. Сол Саят Ибраевті, оның азаматтығын, оның жаңа қоғам алдындағы беделін, оның қоғамға жасаған бүкіл жақсылығын айтып, бүкіл Қазақстанның ғалымдары, қаншама осы неше бүкіл Қазақстандағы саяси қайраткерлер, Қазақстанның мәдени қызметкерлер, осы Болат ағамыздың өзі, қаншама адамдар осы жөнінде араша түсіп, қаншама адамдар жазды. Мысалға өзіңіз айтыңыз, Ермек Тұрсыновтың, енді ол кісінің де беделі бар ғой, бірақ Ермек Тұрсыновтан 100 есе беделді адамдар ол жөнінде жазды. Әлемге әйгілі мысалға қаншама әйгілі адамдар, қаншама ғалымдар жазды. Ол жерде жаңағы айтып отқандай Абыкай бой жазды екен деп шығарып жіберген жоқ. Өйткені ол кезде Саят Ибраевқа жоғары жақта шығармау жөнінде тапсырма болды. Мынандай саяси тұтқындардың босатудың жолы бар ма деген сұраққа келгенде, заңды жолы жоқ. Мен адвокат есебінде айтайын. Оның себебі Саят Ибраев бүгінгі таңда саяси тұтқын. Шешім не жоғарыдан қабылдануы керек? Енді төменнен талап болу керек. Жолы жоқ деп қолымды босатуға тоже ар-намысымыз жібермейді мысалға. Сондықтан мен осы бүгінгі ток-шоуды да бір жағынан соны пайдаланайын деп. Саят Ибраевті да Болат Атабаев ағамыз сияқты, жаңағы Мамай сияқты, тағы да басқа да осы қоғамның ықпалымен шығып атқан азаматтар сияқты, Саят Ибраевті да қоғам болып шығарып алу керек. Жаңағы бір азамат дұрыс айтып кетті. Олар халық үшін жұмыс жасап отыр. Халық оларды қорғау керек. Жаңағы айтып кетті, екеуі де Төлеген Жүкеев пен